Hareket қорының ұжымын ортаға шақырайын. Ассаламу алейкум баршаларыңызға. Барлық мақтау-мадақтар Аллах тағала болсын. Бүгінгі тойымыз құтты болсын. Ата-аналарының көз қуанышы болып, өнегелі жақсы бір отбасы болып, өмірге салихалы ұрпақтарды алып келулеріне тілектеспін. Бақытты болыңыздар. Алланың қалауымен бүгін хадишаларымыздың екінші баспанасын табыстауға рұқсат етіңіздер. Аязда тоңып мен үшін аямай нәзік терісін, жасадың кейде ерісін, ана. Рахмет, алғысым шексіз. Жүрегім прямо шығып кетейін деп тұр. Рахмет, өйткені мен өмір бойы даже әке-шешемде үй болмаған. Даже әке-шешемде үй. Біз өмір бойы үйсіз өткен адамдармыз ғой. Үй деген мен атыма үй, мен бала-шағам өздерінің үйі болады деген прям қатты қуаныштымын. Алғысым шексіз. Мың алғыс. Өзіңсіз мынау маған мәнсіз қала. Мінекей Гүлмира Мұханқызы Астана қаласына келіп, бүгін үлкен бір той болып, сол тойдың үстінде осы жердегі көптеген жандар да естісін, көрсін деген ниетпен осы отбасына берілдім. Бұл харекет қорын қолдаймыз, біз харекет қорына сенеміз дейтін әрбір қазаққа басымды иіп рахметімді айтам. Жақсылық жасап жарысайықшы, жақсылық тілесең егер. Балаларыңыз осы үйде өсіп жетіліп, әрқайсысы сіздің төбеңізді көкке жеткізетін мықты ұрпақты осы үйден тәрбиелеп шығыңыз. Харекет қорына алғысымыз шексіз, өстіп қаншама жанның көз жасын сүртіп қуанышына кенеліп жүре беріңіздер. Гүлмира Мұханқызы сияқты елдің қамын ойлайтын, осылай жетімін жесірін жылатпайтын аналарымыз көп болсын дегім келеді.